Мен скрипкада осылай уже 26 жыл ойнаймын, осылай жыл ойнаймын дегенде таң қалып атады. Қандай сезімде болды енді Rolls-Royce сізге ұсыныс тастап отыр? Сол съемка кезінде маған айтты, біз сізді Rolls-Royce'пен алып кетеміз деп. Шопар дейсіз, сондай Rolls-Royce келді, одан кейін атақты швейцарский жаңағындай сағат келді. Сіз шетелдік азаматқа тұрмысқа шықтыңыз қателеспесем, иә? Иә, шетелдік азамат қазір өз күйеуім Швейцария азаматы. Ата-анам ылғида Құран оқып отырады да, қолдасын сені. Алыста жүрген соң енді әрине қорқады. Қазір мысалы мен балаларымды осылай шетелге бар, Россияға бар десем, мен жүрмес едім. Бәріне сәлем, бүгін бізде кезекті сұхбат. Студияда мен Диана Орынбасар, бұл кейіпкер подкасты. Бізде бүгін әдеттегідей ерекше қонақ. Студиямызда қазақ музыкасын әлем елдеріне тыңдатып жеткізіп жүрген нәзік жанды, талантты ару, скрипкашы Нұрдана Ернес. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы, рахмет. Бүгін уақытыңызды бөліп арнайы келгеніңізге алғысымды білдіремін. Сіз білеміз, Қазақстанда жиі бола бермейсіз, десе де осы Қазақстанға келгеннен кейін сізден арнайы сұхбат алуды жөн көрдік. Бүгін енді өзіңіз туралы ашығынан айтсаңыз, енді әлеуметтік желіде шет тілдерінде берген сұхбаттарыңызды қарап шықтым, десе де қазақ тілінде аз екен. Сондықтан өзіңіз қай жердің тумасысыз, сол туралы ақпарат айтып өтсеңіз. Көп рахмет, Диана ханым. Мен өзім негізі Қарағанды қаласының тумасымын. Сол жерде туып өскем. Ата-анам Абай ауылынікі, әкем, анам Қарағайлы ауылынікі. Ол кісілер Қарқаралының тумасы. Сол Мақпал Жүнісова атақты біздің өте мақтанамыз. Геннадий Головкин. Сол Қарағандының кім десем, шетелде де Головкин деп айтады, Димаш деп айтады, Қазақстан деп. Танып жатады. Танып жатады, иә. Ал өзіңіз жалпы осы скрипканы неше жасыңыздан қолыңызға алып ойнай бастадыңыз? Негізі 7 жасымнан ойнадым скрипканы. Сол кішкентай кезімнен өлең айттым, биледім. Өйткені әкемді гитарамен өлең айтады, профессионал емес, бірақ жақсы өте күшті деңгейі керемет. Бірақ мен сол аяқ астынан мектепке мен апарды. Бізде Қарағандыда специализированный музыкальный школа бар, мектеп. Сол кезде мамам бірінші қыркүйекте барады, ол балалар мектепке регистрация жасайды, бәрі тізімі болады. Сол кезде бір күн қалғанда мамам мен сол мектепке апарды. Мамам айтты, мүмкін емес, тем более скрипкаға мүмкін емес, орындар бос емес, бірінші қыркүйекте келіп тұрсыздар, өте кеш деп. Бірақ оған қарамай мамам сол жай тыңданшы 5 минут, осы қызымды жақсы өлең айтады, жай көріңіздерші 3 минут болсын деп осылай тұрып. Уақыт бөліп слухы бар шығар деп. Иә, прям осы есімде директордың алдында сол көп сөйлесіп, сосын маған айтты, мамам, осы қонақтардың алдында өлең айтып жүрсің ғой, тура солай өлең айтып берші қазір деп. Осы кісілердің алдында деді, сосын мен әнімді айтып бердім, достарым деген ән қойдым, Жанарай Жанан, сосын сол айтып бердім да, сосын ол кісілер жаңағы ритмді тексерді, бәрі жақсы болды да, сосын сразу алды, сосын ол кісілер ұсынды скрипка немесе пианино деп. Өйткені саусақтарым ұзын болды да, сосын мен скрипка деп таңдадым. Керемет. Өнерге өзіңіз кішкентайыңыз жақын болды, яғни қаныңызда, бірақ өнер адамдары отбасыңызда жоқ. Жоқ, бәрі өнер адамдары. Негізі менің өзімнің әкемнің шешесі, анасы, ол кісі аккордеонда тартқан, өлең айтқан, өте ол кісі жас кетіп қалды, бірақ өмір бақи сол өте өнерге жақын кісі болған. Ол кісі Москвада туылған, негізі сол кісінің тағдыры кішкене ерекше. Сол мен ойлаймын, сол кісіден
әжеңізден берілген деп, келген деп, сол кісіге өзі ұқсатады, өлең айтқан барлығы. Ол енді осы скрипканы ойнай бастағаннан кейін міндетті түрде енді байқауларға қатысқан шығарсыз. Сол туралы айтып өтіңізші, жалпы байқаулар жағынан жеткен жетістіктеріңіз. Негізі шыны керек, Қарағандыда мен скрипкада ойнадым. Мен қазақ классында оқыдым, сондықтан қазақ классында мен бір өзім скрипкашы болдым. Басқа балалардың барлығы, скрипкашылардың бәрі орыс классында оқыды. Бізде қазақ классы, орыс классы болды да. Сонда мен бір өзім жалғыз оқып жүрдім. Қасымда народниктар, домбырада ойнайды, қобызда ойнайды, достарым бәрі народниктармен бірге оқыдым. Сол кезде Қарағандыда маған ылғи андай мұғалімдер, енді ол кезде андай Советский Союз ба, сол кезде сондай болды. Қысым болды, кішкене андай орыс классына көш деп. Өйткені жаңағындай енді скрипка деген сияқты, жаңа классическая музыка, мынау деп. Бірақ әкем сол кезде жаңағы ұрысып айтты, жоқ, көшпейді, қазақ классында оқиды да, бәрі жақсы болады. Жаңағындай скрипкада ойнау үшін орысша сөйлеп керек емес, жаңағы басқа тілде ол маңызды емес. Ең бастысы ол адам таланты деп маған қолдау көрсеткен. Сол кезде жаңағындай көптеген конкурстарға қатыстым, Астанаға, Алматыға. Және де содан бастап Россияға өзім профессорлар болды, ең мықты. Сол кісілерге түскім келді қатты Ресейге. Енді Ресейге түскенде ол өте жаңағы қалай еді, Астанада да негізі түсуге болушы еді. Әкешім сондай өздерін тілек болған, Астанаға түсейш, біз саған көмектесеміз, Қазақстанда боласың, енді қыз баламын ғой. Кенже оларға қиын болды, бірақ мен айттым, мен көргім келеді өзімді қалай. Сол жақта көп скрипкашылар өте мықты, мұғалімдер өте мықты, көргім келеді. Сол жаққа түсіп көрейін да деп, маған шанс беріңіздерші деп сұрадым. Сосын бір жылдың ішінде сол дайындалып, көп жаңағындай ол жақта русская литература, жаңа бәрі жағынан көп жақсы балдар алу керек қой. Соны ақырында үлкен балдар алып, жоғары бал алып, дайындалып, сонда күлкілі болған, жаңа экзаменда орыстармен бірге енді сдавать еттім ғой сол жақтың. Сол кезде русский язык литературадан өте жоғарыға алыппын да бал. Сосын сонда күлгенбіз, қазақ болып, сондай басқа тілді жақсы білген деп, сол сөйтіп түсіп кеттім Россияға. Яғни жоғарғы оқу орнын Ресейде оқыдыңыз? Иә, Ресейде оқыдым. Сол жақты көрейін деп. Өйткені енді Астанада да жақсы ғой негізі консерватория, бірақ білмеймін, өзім көргім келді, Москваға түсім келді, бірақ Москваға қатты алыс болды да, Новосибирскке түстім. Сол жерде мұғалімдер мықты болды. Сол кезде әкеме айттым, әкем жібергісі келген жоқ, категорически қарсы болды. Сосын мен айттым, осындай мен тағдырым, енді оқым келеді, көргім келеді, музыка қуып кеткен адам болған соң көргім келеді дедім. Ол кісі айтты, жарайды, онда бірге барайық Ресейге, көрейік қыстың кезінде. Егер де жаңағы бірдемелер намай жатса, онда бармайсың деп. Сосын біз сол кезде барғанда жолымыз болды, барлығы күшті болды, мұғалімдер де өте күліп, қуанып, жақ бір Ресей емес, басқа бір мемлекет сияқты болып кетті. Күліп, бәрі күшті, болып андай розовый очки киіп алғандай болды. Сосын ол кісі батасын берді. Керемет. Ал Қазақстандағы қандай ұстаздардан тәлім алдыңыз негізінде бастаған кезде? Сол жаңағы бірінші мұғалім болды, ол кісіден мен кетіп қалдым, өйткені жаңағындай айттым ғой, сол қазақ тілін орыс классында көш деген сияқты қысым болған соң мен айттым, одан да мен жақсы мұғалімде оқиын деп. Ол кезде бір Коваленко деген кісі болды, мұғалім, жақсы мұғалім болды, сол кісі мені дайындады Ресейге. Қатты дайындады, көп дайындалдым, конкурстарға да қатыстым сол кісімен бірге. Сосын сол Коваленкода оқып, содан кейін Ресейге кеттім. Жақта өте мықты мұғалім болды, Турич деген. Ресейде неше жыл оқыдыңыз? Негізі Ресейде 6 жыл оқыдым, бакалаврды оқыдым сол жақта, сосын магистратураны оқыдым сол жерде. Тек қана скрипка бойынша оқыдыңыз ғой, иә? Әлде басқа да қасында мамандық? Жоқ, ол жерде консерватория болды, сол бакалавр, скрипкада оқыдым. Ол кезде мен Ресейде тұрғанда сразу жаңағы бізде оркестрлер бар ғой, симфонический оркестр, камерный, сонда мен жолым болды. Жаңағы бірінші театрға жұмысқа тұрдым, опера и балет театры, үлкен театр бар Новосибирскінің атақты. Сол жерге тұрдым, конкурс болды, тоже өте қиын болды, бірақ дирижер таңдады өзімді. Сосын жаңағы Новосибирский симфонический оркестр өте жоғары, шынында да керемет музыканттар жұмыс істейді, сол жерде конкурс болды. Сосын ол кезде енді
шыны керек басқа елде бір қазақ қызсын басқа елде жаңағы басқа ол адамдар өзінің адамдарын қолдайды ғой бірінші. Ол кезде оңай болған жоқ, өйткені маған сразу айтты, сіз енді қазақ емес, орыс емессің, қазақсың, басқа ұлтсың, саған бұл жерде ешкім күліп қарамайды. Сондықтан да сен 2 есе емес, 5 есе жоғары ойнау керексің, сонда өтесің деп бір кісі айтып кеткен маған конкурстың алдында. Сосын мен өзіме сондай талап қойдым, жоқ, мен өтем, қазақ қызымын, мен көрсетемін деген сияқты ішімде сондай бір намыс болды. Сол кезде мен конкурсты ойнадым. И жаңағы жюрида сол жерде істейтін музыканттар болды да, ол кісілер өздерінің оқушыларын жаңағы дайындап отыр ғой. Орын 2 ғана орын бартын. Сосын бірақ сол жолым болып кетті. Ол кезде Англиядан біздің дирижеріміз болған, главный дирижер Англиядан келді да, сол кісі как раз сол конкурсқа келе қалды. Негізі ол кісі келмейтін. Сол кезде келді да, ол кісі мені тыңдатты. Прям мен ойнадым, содан кейін шығып маған айтты, я тебя выбрал, давай деді. Сосын жаңағы жюриға айтыпты, мен мына қызды таңдадым, басқаларды өздерің көріңдер, өздерің шешіңдер депті да, кетіп қалыпты. Сосын мен сол кезде қатты қуанғанымда сондай справедливость болды шынында да. Өйткені басқаша болса мүмкін алмас еді. Бәлкім басқаша болар еді. Иә. Өнер жасында ұлтқа, дінге бөлінбейді дейміз ғой, соны бір дәлелдегендей болдыңыз. Бәлкім сол жаңағы сізге айтқан кісінің сөзі де түрткі болған шығар. Бекерден бекер айтылмайды деп жатады ғой. Ал осы Ресейде оқуыңызды аяқтағаннан кейін сіз жұмыс істедіңіз қатар, иә? Оқып жүріп жұмыс істедіңіз, одан кейін шетелге оқуға бардыңыз. Иә, мен сол симфонический оркестрде жұмыс істедім, солистка болдым сол жерде. Негізі 3 жұмысым болды. Камерный оркестрде жұмыс істедім, қатарлас жаңа симфонический оркестрде жұмыс істедім. Өте мен негізі шын алғысымды айтам, сол мұғалімдарыма, қасымдағы коллегаларыма, өйткені школа жизни дейді ғой, жаңағы өмір мектебі ма. Сол өте керемет болды. Өйткені өзіңіз ойлаңызшы енді, мысалы, ол музыка жаңағы профессиясы өте конкурентно способны, мысалы көп адамдар жан-жақтан келеді ол жерде, өзінің адамдары жетіп жатыр. Жаңағы мұғалімнің балалары оқиды, музыканттар, оларда мысалы хотят деймін ғой, орысша айтқанда, добиться успеха. Мысалы балет болсын, спорт болсын, музыка болсын, өте ол психологиялық, өте қиын профессиялар негізі. Мүмкін мысалы балаларымызды біз бермейміз музыкаға, өйткені ол қиын. Бірақ сол Ресейде мен түсінгенім өте, жаңа сен басқа ұлтсың, басқа жақтан келдің, жалғыз өзің, бұл жерде сен не ағаң жоқ, не әкешің жоқ, ешкімің жоқ, ешкім сен үшін сөз айтпайды. Сондықтан да өте мықты болу керек бүкіл жерден. Жаңағы скрипкадан болсын, адамдармен сөйлескенде, араласқанда болсын, вообще бүкіл жағдайда өте дайын болу керек та. Сонда менде андай бір күшті тәжірибе болды мен үшін. Адамдармен сөйлесу, жаңағы, және де өте керемет ол жерде дирижерлар, музыканттар, солисттар дүние жүзінен бүкіл жерден келді. Бұл жерде фестиваль болды, атақты Транссибирский фестиваль. Сол кезде өте керемет музыканттармен танысып, сол жақта мен мастер-класстар алдым, танысып, ойнадым бірге бір сценада. Сол үшін маған ол керемет тәжірибе болды. Сол жақта жұмыс істедім. 9 жылдай тұрдым, үй алдым сол жақта. Ресейде. Сонда шында да енді берекелі болды мен үшін. Онда қасымдағы жаңағы балалар, сол жақтың балалары қалжыңдайтын, сен анау жақтан келіп, мына жаққа келіп, 3 жұмысым бар, күшті зарплатаң жақсы, жаңағы үйім бар, қалай деп күлетін. Сонда сөйтіп шында да ширайды екенсің басқа жерде. Одан кейін мен негізі Швейцарияға 18 жасында барғым келді оқуға. Барып келдім Швейцарияға, өте маған ұнады, әрине керемет жер, әдемі. Бірақ шындық басқаша болды, өйткені өте қымбат та. Жаңа грантқа түссем де өмір сүру өте қымбат болды. Сонда мен өзіме талап қойдым, мен Швейцарияға барамын, қашанда қазір болмаса да жаңағы бір 2 жылдан кейін барам. Әке-шешем де қатты қолдады, бірақ олар айтты, енді біз ондай ол кісілер қарапайым кісілер, қалай біз оны төлей алмаймыз, сонша ақша керек деп, жаңағы бір нанның өзі 3.000-4.000 теңге дегендей. Сонда мен түсіндім, сосын айттым, жарайды, онда қазір үй алып алайын. Новосибирскта жұмыс істейін, бәрі жақсы жағдайым істеп алайын, сосын үйімді сатып, сол жаққа бел бұрам деп өзіме талап қойдым. Сол кезде тілді үйрендім. Жаңағы бізде гастрольдар көп болды.
адамдармен таныстым, тілді үйрендім, жаңа ширап, сөйтіп өзімде үлкен план болатын. Қазір Нұрдананың арманы орындалды деп айтуға болады. Сіз қазір Швейцарияда тұрасыз, иә? Иә, қазір Швейцарияда тұрамын, Женевада тұрамын, иә. Сол арманға, кішкентай Нұрдананың арманына жетуге еңбек. Иә, еңбек. Шынында да еңбек. Және де андай адамда болады ғой, бір намыс деген болады. Жігер. Ішімде ылғи жаңағы, мен бүкіл барған жерімде бір қазақ болып жүремін, ылғи. Бір андай қазақ деп, андай қазақ бір қызы деп болады ғой, Швейцарияда да солай болды, бүкіл Россияда да солай болды. Сондықтан да шығар, андай бір намыс, сосын ата-анам әрине олар жаңағындай переживать етіп отырады ғой енді, уайымдап. Сосын ол кісілердің да ойлаймын жаңағындай баталары маған беріп отырған, сол да қолдап жүрді мен соны жақта. Сіз сондай-ақ Америкада тәжірибе жинап келгеніңіз де бар, иә? Шетелдерге яғни шыға бастадыңыз, біртіндеп тәжірибе жинақтау үшін. Сізді көбінде негізінде осы қазақ деген кезде таңғалып жата ма шетелдіктер, әлде сізді басқа ұлт өкілі деп ойлайтын кездері бола ма? Жоқ, ондай болады, бірақ олар айтпайды, қандай, мысалы, японкасың ба, немесе кореянкасы деп ондай айтпайды, бірақ сұрайды, өйткені жаңағы түрім азиат, бірақ атым Эрнст, фамилиям Эрнст, сондай оларға қызықта сұрақтар қояды, қай жақтансың, қандай деп сонда айтам, Қазақстаннанмын дегенде таңғалады. Өйткені таңғалғанда андай Димашты айтады, сразу Димаш, Димашты мен білем, тыңдаймын, Димаш деп сразу сондай. Сосын кейбір кісілер білетін, Қазақстан білетін сразу айтады, жаңағы сіздерде не бар ғой, андай степи деп айтады, жаңағындай Алматыны айтады, сондай өте мықты, андай воинственный халық деп өздері айтып жатады. Соған орай шығар, мен жаңа Тамирис деген музыканы жазып, Тамирис клипін түсірдік Алматыда. Соны көргенде адамдар, сол именно шетелдегі адамдарда сондай реакция болады. Жылап, андай бір... Әр нотаны сезінеді дейсіз ғой? Иә, сезінеді, сосын оларда бір киноға түсіп кеткендей, сондай бір состояние болады деп өздері айтып жатады сол жақта. Басқаша қабылдайды, иә? Иә, ерекше қабылдайды, иә. Енді әлеуметтік желіде расында осы Тамирис әні болсын, жүрек үні үлкен бір танымалдыққа ие болды деп айтуға болады. Алдында сізде, менде әлеуметтік желіде отырған кезде, сізге шыққан кезде таңғалдым расында. Бірақ сіз өкінішке қарай Қазақстанда болмадыңыз десе де, қазір осындасыз. Сіз бір сұхбаттарыңызда айтыпсыз, мен қазақтың үнін, қазақтың музыкасын өзімнің аспабым арқылы әлемге жеткізгім келеді деп. Негізгі мақсатым сол деп. Сол мақсатыңызға қазір жетіп жатырсыз ба? Сіздің аудиторияңыз қазір ауқымды екенін білеміз. Үлкен әлемге танымал мен деген брендтерден сізге жарнама түсіп жатыр тіптен. Осы туралы айтыңызшы. Иә, ол әрине музыка арқылы негізі бүкіл жерде солай ғой. Әлемді, мысалы, біз Димашқа алғысымыз шексіз, музыкант ретінде, адам ретінде, өйткені шын ол біздің жаңағы самооценкамыз көтерді, шында да. Өйткені біздің қазақтарда шын ол бар, мен баяғыда да соны андай көретінмін, кішкентай кезімізде де көрдік қой. Ұялып, жаңағы білсен де білмегендей болып, жаңағы сондай болатын да. Сосын енді мен мұғалімім негізі еврей болды да, ол кісіге. Сол кісі маған үйрететін ылғи ұрсып. Сен сондай ішінде талантың бар, қазақ халқы, олар талантты халықта. Неге сен ұялып тұрасың, неге осылай деп сонда мені жаңағы ішімде ашатында осылай қорықпа, ойна жаңағындай, көрсет өзіңді деп. Сол сияқты жаңағы қазақтың музыкасы ерекше. Негізі біздің қазақ халқы, мен ойлаймын, әлемде ондай халық жоқ шығар. Өйткені бізге қарасақ, бізде айтыс та бар, термелер де бар. Мысалы, адамдар ауылға барсан, жаңағы домбырасын алып ойнап кетеді да. Демейтін қазақ жоқ. Ол адам мүмкін ешқашан да нотаны да білмейді да, немесе бір композиторлар кездесіп қаласың. Бүкіл, мысалы, мен жұмыс істеп жүрмін ғой, шетелде де композиторлар болсын, жаңағындай звукорежиссерлармен да, сол кезде олардың бәрі мектепте оқыған, немесе олар бәрі консерваторияда оқыған да, жоғарғы білімі бар. Ол жаққа келсең, ол қасында бір отырады, жас бала, ол да ешқандай жоғары білімі жоқ, бірақ керемет талантты. Сонда қайдан үйрендің сен десең, білем, мен өзім слухым бар дейді. Сондай көп адамдар кездескенде, сонда таң қаласың, қандай керемет бізде музыканттар деп. Соны әрине мен музыкамда да, өзім жазып жатқан музыкамда да, ойнап жүрген музыкамда да
қазақтың жаңағындай фольклор болады ғой, сондай үндері бар. Ол скрипкада ерекше естіледі. Мысалы, шетелде де ол вроде бы скрипка, вроде бы жаңағындай бір әндер, әуендері де қызық, басқаша естіледі деп. Мысалы, Томириста да бар ондай, жүрегін үнінде де бар. Қазір де жаңа шығармалар шығарып жатырмыз, сол кезде де сондай көп қосқымыз келеді. Мына қазақша. Және де жаңағы брендтар туралы айтып кетейін. Ол негізі жаңа Швейцарияда біз видео жасап бастадық. Сол кезде көптеген жаңа пятизвездочный отельдар ұсыныс жасады, осындай бізде видео жасап берсеңіз деп. Өйткені Швейцарияда енді несі әдемі ғой, таулары әдемі, табиғаты, иә. Сосын маған идея келді, неге мысалы осы мен көрмеппін, жаңағы скрипкашы немесе бір пианист қолына ожерелье тағып алып, жаңағы шопар болсын, карте болсын, соны тағып алып, жарнама түсірген. Иә, неге көрсетпейді, неге жарнама түсірмейді, сол әдемі болушы еді ғой деп. Сосын мен сонда ұсыныс жасадым, шопар деген үлкен брендке. Иә, ол кісілерге өте қатты ұнады. Сосын жаңа директор келіп айтты, жарайды, онда солай видео түсіріп көрейік. Өте қызық екен деп, бірінші рет көріп тұрмыз, бірақ өте қызық екен деп. Сосын олар маған жаңағындай өздерінің коллекциясы бар, өте қымбат. Соны охранник, 2-3 охранник болды. Осындай студияда, сонда видео түсірдік. Олар кигізіп берді, сол бриллианттардың бәрін. Сонымен күшті видео түсірдік, өте ұнады, әдемі шықты, директорге де ұнады. Жарнама жасайық деп. Мен де көрдім, өте әдемі шыққан. Содан басталды, негізі содан кейін жаңағы Rolls-Royce деген компания, ол кісілер келді. Ол кісілер айтты, біз осыны көрдік. Негізі Швейцарияда сол брендтардың барлығы сол жерде, жаңағы директорлары барлығы сол жақта да, ол кісілер көріпті сол видеоны. Сосын оларға ұнапты да, маған айтты, осындай біз видео түсірейік деп. Жаңа сіз машинаның алдында осы ойнайсыз деп. Сосын мен айттым, неге болмасқа деп, давайте деп. Сосын Томирис музыкасы оларға қатты ұнапты. Олар клипті көрді, сондай энергиясы, жаңағындай өзі андай бір айтады ғой, еркіндік, жаңа іштегі бір энергия, андай мощный, сондай бір энергия сезіп тұрмыз, осы музыканы алайықшы деді. Сосын қуанып, сол Томиристі алдық. Негізі керемет ұсыныс. Былай қарап отырсаң, ол жаңағы ол көлікті көбісі армандайды ғой, негізі барлық адам. Сізге ол түскен кезде өзіңіз қандай сезімде болды, енді Rolls-Royce сізге ұсыныс тастап отыр? Білмеймін, мен шыны керек, андай мен ойлаймын, менің миымда сол өзім кішкентай кезімде армандап, қиялдап жүретін да, сол миымда оның бәрі уже орындалып кеткен сияқты да. Сосын шындықта ол болып жатқанда мен спокойно отырамын да. Мен сондай бір мен үшін ол бір жарайды, олар күлкім келеді, андай сол съемка кезінде маған айтты, біз сізді Rolls-Royce-пен алып кетеміз деді. Сосын мен, жарайды, таксимен барайын деп ойлағам дедім. Жоқ, Rolls-Royce-пен алып кетеміз деді. Сосын далаға шықсам, шында да Rolls-Royce, водителімен келіп тұр. Сосын адамдар, көршілер енді ол жақта да қарайды, енді андай машина келіп тұр, еще андай жаңа маркасы өте ерекше, біреу, екеу көбісі мінбеген әлі. Иә, сондай бір кісі де бар шығар, жаңағы бір Дональд Трамп сияқтылардың біреуінде бар шығар деген сияқты. Сосын ішіне кірсем, жаңа іші де әдемі, керемет. Бірақ мен андай неге білмеймін, сол қызықпаймын да, мен үшін ол жай бір машина сияқты болды, бірақ әрине іштей кішкене андай болды, ерекше сезімдер болған шығар. Сезімдер болады, иә. Мәссаған жетіп жатырмын, жетістіктерге деген сияқты. Сосын олар маған айтты, біз негізі ондай видеолар түсірмейміз, Rolls-Royce ондай ешқандай артистермен, актерлармен түсірмейміз. Бізде бір-ақ қана амбассадор бар, ол атақты актер, английский мистер Бинд ойнайтын. Аткинсон ба, сол кісі біздің амбассадорымыз, сол кісімен ғана жұмыс істейміз деді. Басқа ешкіммен жұмыс істейміз. Сосын олар өздеріне де бір ерекше видео болды ол. Сосын мен айттым, онда қызық екен, сөйтіп сол кісі мистер Биннен кейін мен көшкен, сонда ерекше сезім болды шын. Расында бұл көңіл қуантады, қуанып қаласың. Мен де ол видеоңызды көрдім әлеуметтік желіден. Енді өзіңіз бізде былай ғой, әлеуметтік желіні болмас жүргізіп бастағанда, немесе енді әлем елдеріне өзін есік ашып көрсете бастаған кезде маған кімдер ұсыныс тастайды екен деп күтіп отырады адамдар бар, жасырмаймыз. Бірақ алғашқы қадам жасау керектігінде сіз көрсетіп отырсыз да қазір. Өзіңіз алғашқы қадам жасап, өз идеяңызды ұсынып көріңіз, одан кейін сізге идея сатып алатын адамдар келді деп айтуға болады.
Иә, ол шын. Ол өйткені мен айтайын, мен өзім жаңа коллегаларым бар ғой, музыканттар, әсіресе осындай инструменталисттер, бізде өте ұялшақ. Жаңа Бағжан, Октябрь, сондай керемет музыканттар. Жақында ғана мысалға Бағжан Октябрьда қазір Европа елдерінде барып концерт ұйымдастырып кетті. Ол кісінің Түркияда өткізетін концерттерінде билеттің бәрі аншлаг. Яғни өнерге деген жалпы әлемде халықтың пікірі де көзқарасы да өзгерді деп айтуға болады. Соңғы 5-10 жылдықта алып қарасаң. Сізде дәлел болып отырсыз. Иә, ол шын. Өйткені бізде, мысалы, мен коллегаларымда бұрында сөйтіп сондай музыканттар көрсе, жаңағындай, мысалы, Нұрлан Өнербаевтың әнін алып, скрипкада ойнап жатқан, немесе Қайрат Нұртасты ойнап жатқан. Сонда, ой, қалай ол жаңағы Бахтан кейін, Бетховеннен кейін жаңағы музыканы қалай ойнайды деген сияқты болатын. Шын, ол әлі де бар шығар. Кішкене андай высокомерие, да? Өйткені бізден андай неде классический өзіміздің неміз ғой. Өмір сондай классический, ана жерде Толстойды оқып жүрсің, ана жерде Достоевский, ана жерде Бетховенді ойнайсың, басқа кішкене өмір, да? Сосын оларда кішкене андай болатын. Қалай скрипкада или пианода жаңағы Майкл Джексонды ойнайды, сондай билейді, еще выступать етеді деп айтатын, да? Сондайды мен де естейтін. Сонда менде де қорқыныш болды. Қалай мен анандай неден кейін, дүниеден кейін диссертация жазып жүріп, анандай музыка ойнап жүріп, атақты Гергиев сияқты дирижерлермен ойнап жүріп, мен мына жерге аламын да, жаңағындай музыка ойнап, еще билеп істеймін деп. Сосын маған өзім жолдасым көп қолдап көрсетті. Ол айтты, музыка деген ол қалай сен көрсейші деп маған. Сосын мен өзімді ойладым, шыны керек, мен музыкантпын ғой, біз артист болған соң эксперименттер жасауымыз керек. Мысалы, атақты жаңа Queen группасы, да, Фредди Меркьюри тоже, ол кісі өлең айтып жүріп, операда айтқан. Атақты оперный жаңағы Паваротимен бірге айтқан. Ол кісі жаңа сөйтіп жүріп, өзі басқа жаңа кинода ойнаған деген сияқты, иә. Сол сияқты, мысалы, Сальвадор Дали тоже ол кісі сурет салып жүріп, басқа да заттар істеген, иә, музыка шығарған. Чаплинді алсақ, Чаплин таң қаласын, өйткені Чаплин мен үйіне барып көрдім, музейі бар Швейцарияда. Сонда таң қалғаным, ол кісі кинода түсірген, кинода да ойнаған, кино шығарған, сценарий жазған, дирижер болған, скрипкада ойнаған, музыка жазған, өзінің киноларына. Өзі гример, өзі артист, барлығын өзі жасаған. Өзінің директоры да өзі болған. Сонда мен таң қалдым да, қандай, ешқандай границалар жоқ адамдар. Ол өзінің ішіндегі талантын одан сайын ашып көрсеткен. Сондықтан да мен ойладым, менде бар ондай артистік талант. Мен жай ғана оркестрда отырып, осылай өмір бақи отырғым келмейді. Сондықтан да көрсеткім келеді өзімді. Была не была, уже терять нечего дедім да, бастадым. Сол кезде жаңағындай өзі Құдайды көрсеткендей, мені істе давай деген сияқты сондай бір айттым ғой, жаңағы шопар, сондай Rolls-Royce келді, одан кейін атақты швейцарский жаңағындай сағат келді. Одан кейін жаңағы вертолет бар, швейцарский вертолет. Ол кісілер де келді, біз осындай видео түсіргіміз келеді. Оларда андай атақты Том Круз кинолар түсіріп жүрген кісілер ғой. Сонда бір қандай қызық. Сондықтан да қазір де көп пландар бар негізі. Ешкім істемеген күшті трюктармен, скрипкамен ойнап, шоу жасайтын. Әлемге жаңа енді ерекше бір сондай қазақ элементтері бар, ішінде жаңағындай би бар, сондай Cirque du Soleil сияқты сондай үлкен атақты жаңа компаниялармен де жасағым келеді, бірлестік. Шектеу жоқ, ол шектеу біздің миымызда. Иә, біздің миымызда, шынында да. Ол сонда мен түсіндім, ешқандай да шектеу болмау керек. Әртіс болған соң, ең сорақысы әртіс үшін мен ойлаймын, ол жаңағы бір өлеңді айтып, сол өмір бақи сол жерде қалып қалған деп, өзіне де мүмкін ол қызық емес шығар деп ойлаймын. Сосын көру керек деп ойлаймын, барлық затты. Іштегі өнерді тұншықтырмау керек барынша, иә? Келді жасау керек. Кейін нәтижесін көресің. Иә, ол үшін. Енді сіздің аудиторияңызды айтып өттік қой, жалпы бүгінде қазақ музыкасына шетелдіктердің реакциясы қандай жалпы? Ол жақта енді жаңа Димашты біледі енді ол үшін. Сосын мен есімде бір концерт болды, бізде Тұран группасы келді. Сол кезде деген бір
бір магия басталды. Сонда менің өзімде ана жерде бір магия, мен жылап жаттым да, күліп жаттым да, енді қуанасың ғой, мақтанасың. Женевада жаңа консерваторияның залы болды, сол кезде тұран ойнағанда ана адамдардың барлығы бірдеме болды. Андай өз-өздерімен қозғалып болады ғой, шын біздің андай рух сол әрбір жаңа нотада, әрбір дыбыста керемет әсер алды адамдар. Біздің таныстарымыз да, туысқандар да келгенде ол кісілер ондайды өмірінде естімеген да. Оларға не болып кетті, мынау не медитация ма, мынау не андай бір гипнозға түсіп кеткендей болды да. Сонда мен соны көріп таң қалдым. Негізі біздің музыка ол терапия ғой, негізі. Адамдар, мысалы мен Швейцарияда да жүргіземін сондай концерттер. Адамдар келеді, жаңа терапия. Өйткені мен жаңа Америкада оқыдым, музыкальный терапия бағытында. Сонда адамдарға жаңағы музыка арқылы емдеуге болады. Өзінің жаңағы травмаларын шығаруға болады. Әрине психолог керек қой параллельно. Бірақ сонда да жаңағы адам сезіп, музыканы специально сол адамға выбирать етіп, бағыттап, ойнап сөйтсе, сонда адам емделеді де, жаңағы миы өзгереді, шында да настроениясы өзгереді. Барлығы шында да музыка өте ерекше. Сондықтан да және де бізде қылғобыз мысалы ерекше, аспап, домбырада бақсылар болған, емдеген адамдар сол қылғобызбен. Сондықтан да көп. Ол жақта қазақ музыкасы әрине ерекше. Керемет. Енді сізді білеміз, сіз кавер әндер жаңа айтып өттік қой, танымал әлемдегі кавер әндерге орындайсыз. Одан бөлек өзіңіздің орындауыңызда да музыкаңызда бар, репертуарыңызда. Яғни сіз қазір өзіңіздің жеке композиторлық болсын, қырыңызды дамытып жатырсыз. Яғни сізден алдағы уақытта бір керемет әндерді күтеміз. Қазір бізде планда осы EP жазып, одан кейін альбом жазымыз келеді. Жаңағы бір 6 өлең, қазір 2 өлең бар. Қазір енді жоспарда жазып жатырмыз. Студиямен осы жақта сол келген себебім де сол. Қазақстанға өйткені музыканттар өте біздің мықты, өте керемет, өте оңай жұмыс істеуге. Өйткені олар сезеді ғой, мен мысалы швейцар жаңағы музыканттарға түсіндірсем де мүмкін олар сезбейді да. Ол жақта мен өзіміздің қазағымыз болған соң сезіп бірге жұмыс істеуге болады мысалы. Және де қазір үлкен жобалар келе жатыр. American Got Talent. Соған қатысамыз осы 30-шы. Керемет. Осы 30 күні бізде прослушивание дейді ғой, сол болады. Енді көреміз қалай болады. Оған өзіме де қызық негізі. Мүмкін өтіп кетсем, онда шоу көрсетіп, сондай керемет көрсетілім көрсетсем ба деп ойлаймын. Өйткені қазақ скрипкашысы көрмеппін барғанын. Және де скрипкашылар қатты көп емес. Атақты Америкада бар бір скрипкашы билейтін, жаңағы Евровиденияда бір скрипкашы ұтқан өлең айтып. Сол қатты көп емес. Баяда Ванесса Мэй болды. Ол кісі де қазір концерттер бермейді. Сондықтан да басқаша ерекше бір сондай бір шоу жасағым келіп жүр. Сол қазір ол жақта да сөйлесіп жатырмыз, переговорлар болып жатыр, шетелде де. Жұмыстар жүргізіліп жатыр, Иә. Енді қазіргі жалпы әлемдік музыкаға қандай баға берер едіңіз сіздің ойыңызша? Қазақ музыкасының қазіргі деңгейі қандай? Қазақ музыкасының деңгейі менің ойымша өте жоғары. Өйткені мысалы бізде сол 10 жылдың ішінде өзім ойлаймын өте жоғары болып кетті. Адамдар қазір әншілер де көбісі фонограммамен де айтпайды ғой. Енді тойлар болмаса өзін сыйлайтын әртіс жан дауыспен айтады, жаңа проекттер істеп жатады. Қаншама керемет әншілер бар. Және де видеографтар бізде өте мықты. Шын видеограф жоқ шын ол айтып кету керек. Өйткені мысалы Швейцарияның өзінде де андай керемет таулар, керемет деген нелері бар ғой, вид. Соны түсіріп көрсетейін десең, көрсете алмайсың. Өйткені жаңа видеографтар көрсете алмай қалады ма сондай. Бірақ бізде Қазақстанда жаңағы кішкентай, жаңа студияның ішінде де керемет видео жасап береді. Сонда таң қалам, қандай күшті. Сондай жас балалар, 19-20-дағы балалар шығар. Соған өте қуанам. Жоқ, жоғары, өте жоғары. Классика жағынан шыны керек білмеймін. Өйткені о жағынан енді мүмкін кішкене әділді болса деп ойлаймын конкурстар.
өзімде де қазір сол инвесторларға алтын сырға құлақтарына айтып кетейін дегем. Жаңағы осындай проект бар. Біздің ауылда көп қой талантты балалар. Именно ауылда деп айтам, өйткені қалада енді условиялар көп қой. Ауылда жаңағы балалар бар, талантты, өлең айтып жүреді, дауыстары керемет. Оларды ата-аналар мүмкін жаңағы көрмейді, оларға қатты назар аудармайды. Оларда көп балалы балалар. Сондай балаларға мектеп ашсақ па деген ой бар осы Қазақстанда. Керемет. Иә, сондай прослушивание жүргізсек па деп. Жаңағындай барып, әрбір ауылға барып, осындай прослушивание болады, келіңіздер балаларыңызбен, бүлдіршіндеріңізбен бесплатно, ешқандай жаңағындай төлеп керек емес. Сондай бір әдемі, шындай күшті проект жасасақ, мен ойлаймын, біздің таланттарды жинап алып, иә. Өйткені мен көп естідім, жаңағы классика осы саласында да, осы Қазақстанда да көп кішкене әділсіздік бар деп, бірақ енді көбіне сағын сындырып, сол жерден қойып кететіндер бар ғой. Бірақ ол бәлкім әлемді бағындыратын адам еді. Енді ол бізде жалпы музыка болмасын, спорт болсын, бір әділетсіздіктер болып тұрады. Жасырын емес. Ол болады, бірақ мен енді мақтамаймын Ресейді бұл жағынан, бірақ шын мен болғанда сол жақта енді менің мысалы өзімнің тәжірибемде бәрібір де ар жағынан, қай жағынан болсын талантты ол жақта көрсе, олар айтады, талантты адам ғой, көтерейік, көмектесіп жүрейік деген сияқты болатын. Жаңа мүмкін Советский Союздың сол воспитаниясы ма, Швейцарияда да солай, талантты адам болса, барлық жағынан ол адамға енді поддержка болады. Бірақ қазір енді шында да әлеуметтік желіде, мысалы Инстаграм бар, Ютуб бар, бір жағынан талантың болса, ешкімге ренжіп та керегі жоқ, камеранды алып өзің түсірсең болады. Иә, өте жақсы, иә. Ешқайқа барып дым қажет жоқ. Қазір шында ауылда отырған қазақ балалары осылай өзінің өнерін көрсетіп, басқа да тағдырын көрсетіп, танылып жатқандар көп. Мысалға, жақында ғана Алматы қаласында Көкбазарда сатушы болып жұмыс жасайтын бала, жақында ғана осы ол кісілерге қызық премияда керемет сыйлық жасады. Есесіне ол жігіт мысалға шетелдік универге және Қазақстанда универге тегін білім алуға 11-ші сыныпты аяқтағаннан кейін сондай керемет қолдау тапты деп айтуға болады. Сондықтан егер де өнеріміз болса, ішімізде талантымыз болса, оны тұншықтырмай көрсетейік. Көрсету керек. Иә, шығарайық. Ал өзіңізге осы тұрғыда әлеуметтік желіңізге жазатын жас өнерпаздар бар ма? Жаңағыдай менде сіз сияқты болғым келеді, немесе маған үйретесіз бе, кеңес айтыңызшы деген сияқты. Иә, ондай жазып жатады, негізі көп Қазақстаннан да жазып жатады, басқа елдерден да, Швейцариядан да жазып жатады. Осындай жаңағы видеоларыңыз әдемі, ұнайды, осылай скрипкада ойнағым келеді, сіз сияқты скрипкада әдемі екен. Негізі скрипка өте шын ерекше инструмент. Адам оны қиын үйрену, өйткені жаңа біз 7 жас уже кеш. Мен 7 жасымда бардым, негізі 3-4 жаста барды. Қытайда 2 жастағы баланың өзін ойнатқызып қояды, әке-шесі. Сондай бір пластичность керек та скрипкаға. Бірақ сондай жазып жатады, қалай үйренуге болады деп, сосын мен айтам ғой, мен скрипкада осылай уже 26 жыл ойнаймын, осылай жыл ойнаймын дегенде таң қалып жатады. Шын ба, сонша жыл керек па деп. Мен айтам, иә, скрипка деген. Мысалы, мен қазіргі таңда сол өзім алғыс айтам мұғалімдеріме, өйткені менің мұғалімдерім өте қатал болды. Ресейде де, Қарағандыда да, Швейцарияда да қатал болды. Өте жаңағындай дисциплина көп болды. Мысалы, скрипкада андай инструментта, мысалы, бір күн ойнамасын, 2 күн ойнамасын, ол уже естіліп тұрады қатты. Ол әрбір, мысалы, жаңағы офиста істейтін кісілер, кім болсын, ол кісілер жұмысын істейді да, үйіне келіп демалады. Бізде қалай адамдар оркестрда жұмыс істейді да, үйіне келеді да, дайындалады. Немесе концертін ойнап келеді да, келесі концертке дайындалады. Сондықтан да, иә, ол ерекше инструмент, бірақ адамдар көп жазып жатқан. Сондай. Болашақта бәлкім сіз өз өнер мектебіңізді ашып қаларсыз? Иә, болашақта сондай үлкен план бар. Негізі қазір мен айтып кетейін. Бізде қазір осы күндерде 1 августтан бастап голосование басталады Швейцарияда. Мен күшті бір қуанышты жаңалығым бар. Швейцарияда мен
үздік топ 10 инфлюенсерлардың біріне кірдім. Сол өздері таңдап, өздері шақырды. Осылай сізді біз таңдап алдық топ 10-ға. Осы 1 августтан голосование болады. Бүкіл дүние жүзінен голосовать етуге болады. Ол музыка жаңағы номинациясында болады. Номинациялар керемет. Рахмет. Ол жерде спорт номинациясы бар, жаңағында көп номинациялар бар. Жаңа мысалы көп қой инфлюенсерлар. Музыка номинациясы, сонда мен кіріп тұр екенмін. Өте қуаныштымын. Негізі сол қазақ халқын сұраймын, маған уақыт болса дауыс беріңіздер. Өйткені оны жеңсем, енді шыны керек, бірінші қазақ қыз атанамын, сондай номинациядан жеңіп, бірінші қазақ қыз болып, өйткені даже списокты қарасан да бір басқа ұлт жоқ қой, барлығы швейцаристар, өзім сол қазақ болып тұрмын, соның ішінде топ 10 деп. Сол кезде де, ол кезде көп жаңағы спонсорларда өте атақты компаниялар, сол Rolls-Royce да болады, жаңағы Канский фестиваль жүргізетін компаниялар болады. Сонда да мен танысып, сол адамдармен, жаңа инвесторлармен сөйлесіп сұрайын дегенмін, сонда мектеп ашсақ па деп. Қазақстанда да, өйткені Қазақстанда өзінің елім болған соң жанын ашиды, көмектескім келеді. Сосын жаңағы қарапайым балалар бар ғой, сондай балаларға көмектескім келеді, өйткені білмеймін, андай жанын ашиды, өйткені сізде өзіңізде сол жолдан өткеннен кейін біліп тұрсыз ғой, қандай жол екен, содан кейін сезесіз. Өнер адамының жалпы өнерге деген махаббат деп айтуға болады. Тіпті Нұрданың қазір көзіне жас келіп отыр. Расында да дәл осындай сіз сияқты жанашырлар керек-ақ. Себебі өзім дейтін болсақ, онда біздің еліміз қазір дәл осындай деңгейге жетермейді. Ал біз сондықтан өзімізден кейінгі жастарды да ойласақ, бәлкім сол бір дүниелерде өзгерістер болар. Ол үшін, өйткені мысалы скрипка болсын, басқа инструмент, виолончель болсын, өте қымбат қой. Сол есіме түсіп кетеді, өзімді ата-анам қарапайым кісілер ғой енді. Сонда скрипканы алғанда да, ойбай, мынау скрипканың бағасы машинаның бағасындай ғой деп. Сонда әкем маған айтқантын, ойбай, мына скрипканың бағасы, мен машина алып алуыма болады ғой деп кредитқа алған кез болды. Сол Россияға келіп, бір өте қымбат скрипка алды. Сол кезде айтқантын, мә деп, бірақ сонда маған сеніп, жаңағы сол ақшаны төлеп, сондай бір не болды. Мен, мысалы, ата-анам музыкант емес, ол кісілер жаңағы мұғалімдер емес, музыкант атақты емес. Маған оңай болған жоқ, өйткені көбісі қасындағы скрипкада ойнайтын балалардың көбісінің ата-аналары сол мектепте жұмыс істеп жүрген мұғалімдер болды, пианинодан сабақ беретін, немесе музыканттар. Олар біледі, қалай не істеу керек деп. Менде мысалы ата-анама келіп, осылай скрипка алу керек, немесе осы жаққа кету керек, бүйту керек, сөйту керек деп өзім айтып жүретін. Сонда ата-анам айтатын, енді өзін таңдадың, егер де бірдеме ұнамай жатса, айтасың ғой деп. Бізге ешқандай да жаңағы жалып жасама деген сияқты айтатын. Сонда мен сондай кішкентай бүлдіршіндер бар, ауылдың балалары, соларды көрсем ойлаймын, мысалы ол баланың әке-шешесі сатып ала алмайды ғой ондай скрипканы. Жақсы скрипка алу керек, инструмент өте маңызды. Маңызды. Сосын жанын ашиды, бірақ сол баланы көресің, ол балада көп талант бар. Сондай бір арманым бар, мүмкін болып қалар. Арманыңыз орындалсын деп айтқымыз келеді. Расында сіздің енді осы салада шамамен 30 жылға жақындап қалды ма сонда жүргеніңізге? 24 жыл ма солай болды, 24 жыл ойнап келе жатырмын. 24 жылдық еңбектің жемісі бүгінгі сіздің осындай деңгейге жетіп отырғаныңыз. Расында мен қазір сізбен сұхбаттасып отырып бір ішімнен қуанып отырмын да. Керемет, біздің қандай керемет, нәзік жанды аруларымыз осындай өзінің жігерімен, өнермен, талантымен қандай жетістіктерге жетіп жүр деп расында үлгі қылып көрсететіндей ақ бар да. Жанкүйерлерім сол ата-анам, өзімнің жаңағы күйеуім, жолдасым өте қатты қолдау көрсетеді, білдіреді. Ол мен үшін жаңағындай сен жұлдызсың, сенде бар ол талант, сенде осындай талантты көрсету керек деп сондай айтады маған ылғи да. Ата-анам да қолдау көрсетеді. Енді ең бірінші Алланың арқасында ғой, Аллаға жаңағы сансыз шүкір осындай жолым болып жүрді. Әрқашанда мен шыны керек ешқандай да адамдарға ренжіп айта алмаймын. Ресейде де өмірім жақсы болды. Қазір Швейцарияда да өмірім жақсы, Қазақстанда да жақсы адамдар кездеседі. Оның айтып отырғаным, өйткені жаңағы менің ата-анам ылғи да Құран оқып отырады да. Сонда
андай қолдасын сені жылағым кешіріңіз. Сонда айтып отырады. Эмоция ғой. Иә, алыста жүрген соң енді әрине қорқады. Қазір мысалы мен балаларымды осылай шетелге бар, Россияға бар десем, мен жүрмес едім. Сонда сол кісілерде сондай бір қолдау көрсетеді әрқашанда. Және де сонда Ресейде тұрғанда маған айтатын, бір жылап звондасаң, алып кетеміз деп, сіздің қорыққаннан ана жақта доширак жеп отырып болады ғой, енді ақша болмай, студенческий өмір ғой. Сонда сөйтіп отырғанда ойлайтын, жылап қазір звондайын ба, жоқ па, звондасам қазір келіп алып кетеді ғой. Шыдай тұрайын деп. Сонда қасымдағы орыстың балалары жүретін, олар да қолдайтын, олар негізі білмеймін, сонда аяп нететін, мен енді андай басқа жақтан келін ғой деп, кішкентайсың ғой, ол кезде мен бәрінен де кіші болдым, жасым. Сол мұғалімдарым да өте мықты болды. Мұғалімдарым керемет кісілер болды. Жаңағы айтты ғой, өзім еврей профессорым болған, сол кісі деген мысалы еврей өз халқында сондай бар, андай бір оларда уверенность бар да, жігер. Сол айтады маған, сен қазақсың ғой, сен андай бір репрессиялардан бәрін жеңіп шықтың, бәрінен осылай выживать еткен адамсың, давай көрсет деп конкурстың алдында сондай кездер маған айтатын, ылғи сенімді бол, артқа жол жоқ. Иә, сен сондай жерден келіп, сондай жерден деп сөйтіп ылғи айтатын. Мен Швейцариядағы да мұғалім өте мықты мұғалім болды. Сол кісі сөйтіп айтатын, андай бір концерт, конкурстың алдында енді қобалжып жүрсің ғой, сонда айтатын, сен сондай жерден жаяу келіп, сонда қазір жеңілме деп, сондай айтып, ылғи да солай поддержка беретін. Сондықтан да енді біздің негізі қазақ әйелдері, енді ерлер білеміз ғой, бірақ әйелдері өте мықты. Мен ойлаймын, Швейцарияда қараймын ғой, мысалы Швейцарияда әйелдер, француз әйел болсын, басқа ұлт болсын, ол жақта әйелдер ондай көп шыдамайды. Олар жаңағында откровенно айтады, мен ондайға шыдамаймын, керек емес, мынау керек емес. Осы Қазақстанға келгенде әйелге қарайсың, ол әйелдің 5 баласы бар, ол бизнес жасап жүреді, ана жақта күйеуін, туысқандарын күтеді, ана жақта енесі бар, соның барлығына шыдап, еще күліп, қалжыңдап әңгіме етіп жүреді да. Сонда таңғаласың, біздің қазақтың әйелдері негізі бізде барлығы шыны керек, әйелдерге көп алғыс айту керек. Өйткені баланы да тәрбиелейтін әйел ғой. Балаға да сондай, мысалы менің де семьямда әкем қолдады, бірақ анам үлкен қолдау білдірді. Сол кезде әкем уверенный болған жоқ, қалай ол ана жаққа кетеді. Сол кезде анам жоқ, болады, ол баланың арманы, оның кеспеу керек жолын деп, барсын деп. Сондықтан да біздің қазақ әйелдері жасай берсін. Енді өзіңіздің әлеуметтік желідегі бір видеоны түсіруге неше уақыт кетеді? Сіз оған камера жалдайсыз, арнайы репертуар дайындайсыз, арнайы образ дайындайсыз, оның бәрі уақыт. Сіз әдемі, жалпы айтқанда тек қана музыканы ғана емес, Қазақстанның әдемі көрікті жерлерінде көрсетіп жүрсіз ғой негізінде. Иә, Алматыда видеоға түсіру. Алматыдағы тауларды, Астана қаласында жақында шығардыңыз. Жоқ, көбінесе әрине осы профессионал видеографтарды жалдаймыз. Сол кезде бір күн өтеді, бір сағаттың ішінде. Ең басында көп уақыт алатын, қазір тез алады уақытты. Сосын өзім күйеуім түсіреді видеолар көбінесе. Сосын Швейцарияда жаңағы ол жақта енді әдемі ғой көріністер. Сонда машинамен тоқтап, ана жерде түсіре салайық видео деген сияқтылар болады. Сондай әдемі көріністер, сондай түсіріп алайық деп. Сондай тез түсіреміз. Бірақ маған өзіме өте ұнайды сондай жаңағы камера, осындай бір 30 секундтың ішінде адамды сондай музыка арқылы, көрініс арқылы бір ол адам күледі, мүмкін жылайды, мүмкін жаңағындай армандап кетеді, өзінің жастық шағын есіне түсіріп кетеді. Сондай мен эмоция беріп жатырмын ғой деген менде бір жандай өзім қуанам, сол видеолар салып жатқанда да өзім қатты қуанам, өзіме ұнайды. Пайдалы контент есесіне, иә. Ал енді сәл бір жеке өміріңізге қойсақ, өзіңіз айтып отырсыз, енді қазір Швейцарияда тұрамын деп, сіз шетелдік азаматқа тұрмысқа шықтыңыз, қателеспесем, иә? Иә, шетелдік азамат, қазір өз күйеуім Швейцария азаматы, бірақ ол кісі, мен білмеймін, Швейцариясы болғанымен да ол кісі мұсылман, мен үшін ол өте маңызды болды. Және де осы мұсылманды қабылдады, Қазақстанға өз айтады маған, барайықшы, қазақ өзі адамдар ұнайды, біздің жаңағы традицияларымыз ұнайды,
сол сөйтіп ол кісі жаңа көп маған қолдау білдірді. Өзінің жаңағы қалай еді, махаббатымен қолдап, сол жағымен жаулап алды деп айтсам болады. Алысты. Отбасыңыз жалпы шетелдік азаматқа тұрмысқа шығуыңызға қарсы болмады ма негізі? Енді қазір жеке өмірді айтып кетсем, мен негізі шындықты айтатын адаммын, оны жасырып та керек жоқ. Басымнан өтті, менің бірінші күйеуім қазақ болды, Ресейде тұрдық. Сол кезде қазаққа шық деп мені ата-анам ылғи андай миыма құйып қойды, қазақ деп. Өзім де енді солай, тем более Ресейде жүрген соң. Сонда қазақ азаматына шықтым, қазақтың жігітіне. Бірақ өкінішке орай ол кезде жаңағы қол көтеріп сондай болды. Сосын жаңа ешқайда бармайсың, жұмыс істемейсің. Шектеулер басталды бірінші күннен бастап. Осы қазірден бастап скрипканы қой, осылай жаңағы үйде боласың, отырасың, күтесің үйде деп. Мен айттым, енді ондай заттарды алдын ала сөйлесу керек қой, ондай заттар ондай тема болмаған, қалай ол сонда деген сияқты менде сұрақтар болды. Бірақ әрі қарай ол қиын болып бара жатты. Сонда мен түсіндім, бұл жерден андай сұрақ болды, немесе жеке өмір, бірақ мен таңдамаған өмір, жаңағы қалай енді мен сонша жыл дайындалып, сонша өтіп, соншама қиналып, өмірдің бәрін арнаған кезде. Бар, қазір осы қиып тастады, жаңағы скрипканы жерге шкафтың үстіне қоя салды, жаңағы осындай өмір сүр деген сияқты выбор бермей маған осылай қиып тастағанда жүрегім қатты ауырды. Сонда айттым, жоқ, мен ондай күнделікті жаңа қорқып өзінің қазақ азаматына шығып, сен мені қорғауың керексің ғой деген орнына күнделікті осы күн ақырғы күн бола ма деген сияқты өмір, сондай өмірден кейін ойлайсың, это того не стоит деп. Сонда мен шыны керек сол кісімен айырылысып кеттім, ол кісімен бірге жұмыс істедім. Сонда жаңағы қасымдағы коллегалар, енді орыс кісілер ғой, сол кісілер көрді, сонда қатты қолдады мені. Ол кісілер айтты, қорықпа, сен жалғыз емессің, біз жанымыздамыз, бірдеме болса біз сен қорғаймыз деп. Сол кісілер айтып тұр ғой маған, қазақ жігітінен. Енді сонда кішкене анандай менде еще мен ұяламын да, енді қазақтың баласы ғой деп өзім ұяламын да, жоқ, бәрі жақсы деп. Білдірмей, до такой степени андай ұят болады деп, ондайды сыртқа шығармау керек деп. Олар уже көріп жүр ғой енді. Сырт көзден, жаңағы уже енді физически көрініп тұрды да, сол кезде сондай қатты қолдау көрсетті. Сонда мен түсіндім, енді мен осындай өзімнің обещаниемді орындадым. Ата-анама айттым, осылай мені шыққан жоқ деген сияқты. Сосын өзімнің қазіргі күйеуімді кездестіргенде, әрине ол кісілер қарсы болған жоқ, бірақ айтты, ол кісі сені бірінші жақсы көре ма, сені ренжітпей ма, сондай енді болмай ма ондай жағдай деп. Жоқ, ондай жоқ дедім. Ол кісі бірінші кездескеннен осы скрипкада ойна, қолдау көрсетем, барлығын істеймін, жаңағы инвесторлар болсын, тауып берем, тек қана жарқыра, жұлдыз бол деп айтты да. Әлемге шық деді ол сізге. Шық, сенде бар ол талант. Мен даже сенбей, жоқ, мен ондай істей алмаймын, мен олай бүйтіп нете алмаймын деп сенбей болады ғой. Сол кездерде де қалай сен сенбейсің, сен өзіне деп солай энергия беріп тұрған адамға әрине қалай шықпасқа. Қазір мен өте бақыттымын әйел ретінде. Енді әрине айтпаймын, енді біздің қазақтың еркектері жақсы ғой, ондай бір адамнан ондай жаман болып кетпейді, бірақ мен ойлаймын, біздің еркектер біздің әйелдерімізді, қазақ әйелдерін сыйлап, осы қолындағы алтынын бағаласа, өте күшті өмір сүруге болады. Біздің әйелдердің энергиясы деген керемет. қазақ әйелдерін қарап отырсан, қалай үйіндегі жаңа столын жайнатып жүреді, семьясын жайнатып жүреді, балаларын тауып береді, бизнесті да күйеуіне көмектеседі, қандай қолдау көрсетеді. Мысалы, қиыншылық өтіп жатса да олар тастап кетпейді. Білдірмей, жаңағы көзге көрінбейтін ерліктер ғой, былайша айтқанда. Ол біз үшін қазір күнделікті тіршілік болып кеткен десе де, ол көзге көрінбейтін расында еңбек. Оны басқа жақта тұрғанда көресің, оны негізі бар ғой, басқа елдің жаңа мен тұрып жүрмін ғой енді. Шетелдерді көргенде байқайсың. Шетелдің әйелдері ондайға, олар бір моментта, бір секундта шыдамайды да, олар откровенно айтады. Біздің жақта негізі айтады ғой, елдің жаңағы дамуы,
елдің біз мысалы қазір Аллаға шүкір Қазақстан дамып жатыр, күшті қазір кезі келді бізге. Мысалы ақша бар, жақсы өмір сүріп жатыр біздің қазақ адамдар. Мысалы и сол негізі оказывается мен онда оқығам әйелге байланысты екен. Әрбір ұлттың жаңағы Құдай сақтасын бір жаман бірдемелер болып жатса, ол әйелге байланысты негізі шын екен. Ал бізде мен қарап отырсам біздің әйелдер сол көрсетпей білдіртпей өзінің семьясы үшін беріліп бәрін істеп жатады. Ақылымен, даналығымен, иә, ақылмен, даналығымен ата енесін да сыйлайды, жаңағы семьясын да сыйлайды, күйеуін да сыйлайды, жаман жаңағы жағдайларда да қолдау көрсетеді. Сабырлықпен, сабырлықпен шын. Керемет, өміріңізде, жеке өміріңізде осындай жақсы адамның жолыққанына қуаныштымын. Махаббаттарыңыз мәңгі болсын. Рахмет. Тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Енді осы орайда сұхбатымыздың соңына да таяп қалдық. Сізден жас өнерпаздарға кеңес болсын, бәлкім және ата-аналарға да айтып өтетін сөзіңіз болса, мархабат. Мен айтқым келеді ата-аналарға бірінші очередь балаларыңызда жаңағы талант болса, қорықпай балаларыңызға қолдау көрсетіңіздер. Ол баланы сен немене жаңағы шыңғыра бересің, көп шулама, жүгірме деп айтпаңыздар, өтініш. Өйткені біздің қазақтың балалары қазір енді басқаша уже, бірақ кішкене босатып, өзінің талантын көрсетіп, ұялмай ол баланы қолдап, бөлмей ол баланы одан сайын қолдап сөйтсеңіз жақсы болады. Ал балаларға осындай бүлдіршіндер бар ғой, армандап жүрген. Армандаңыздар, армандарыңыз орындалады. Жазып отырыңыздар армандарыңызды. Өйткені мен өзім 7 жасымда жазып кеткем, осылай Швейцарияда тұрғым келеді деп. Білмеймін неге Швейцария, аты ұнады. Қай жақта екенін білген жоқпын, бірақ аты ұнады. Сол сияқты ол орындалды, армандар орындалады. Жай сеніп, өзіңізге, Аллаға сеніп, өзіңізге сеніп, ата-аналарыңызды тыңдап, өйткені ата-аналарымыздың батасы ең мықты да, ең басты сол шыны керек. Ата-аналарымыздың батасын алып, ризашылығына бөленіп, сөйтіп жүрсе жақсы болады. Керемет, рахмет. Нұрдана, жалпы бүгін уақыт бөліп келгеніңізге, Қазақстанға осы жылында сапармен келіп тұрасыз ғой. Сол уақытта бізге келіп арнайы бергеніңізге, сіз мен үшін әлеуметтік желіде байқап жүрген Нұрдана басқа адам болса, бүгін мүлдем басқа бір Нұрдананы аша алдым деген ойдамын. Шығармашылығыңызға, жалпы жұмысыңызға толағай табыс, сәттіліктер тілеймін. Рахмет, көп рахмет. Сізбен тек еліміз мақтанатындай, осындай керемет қазақтың нәзік жанды қайсар қызы болып жүре беріңіз. Көп рахмет, Диана ханым. Маған да өте қуанышты бүгін сізбен сөйлесу, өте жаңағындай әдемі сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет, аман сау болыңыздар. Және де дәл қазір бізде Нұрдана ханым өзінің арнайы скрипкасымен біздің студиямызға келген еді. Әдемі өзінің орындауында бір әнді сіздерге жолдаймыз.